қайдан суырып алып тұр деп ойламаңыздар. Біз айтып тұрған жаңалық емес. Абай өзі сөз жасамда өте жетістікке жеткен ойшыл деп айтқан болар еді. Шыға ойлап деген нәрсесі бар. Біз бүгінде критикалық ойлау деп айтып жүрміз ғой. Осы нәрсеге Абай термин ретінде бізде 100 жыл, 130 жыл шамасында бұның критикалық ойлауды біздің ұлттың лексиконына әкеліп қойып еді. Бірақ өкінішке орай Абайдың косметикалық тұрғыда игеріп жүрміз да, біз Абайдың интеллектуалдық тұрғыда игерген жоқпыз. Егер біреуге тірі ағза ретіндегі физикалық Абай керек болатын болса, кешіріңіз, ол өлді. 1904 жылдан бері ешкім оны таба алмайды. Егер Абайды және бұны Алашқа қатысты тұлғаларға қатысты айтуға болады, және бұны ислам тұрғысынан пайғамбарға қатысты айтуға да болады. Физикалық пайғамбар керек болатын болса, ол өлді. Ол сөзді мен айтқан жоқ. Ол сөзді пайғамбар өлген күннің ертесінде болған таудың үстінде сахабалар өсіріп. Ал бізге кім керек? Бізге интеллектуалдық Абайдың парасаты керек, ойлау жүйесі керек. Өзі айтпақтай шыға ойлаған. Шыға ойлау деген бүкіл шаблондардан, бүкіл қойылған блоктардан және алдыға салынған цензуралардан бұзып жарып ойлау. Дәстүрлі ойлау формасынан, жаттанды, қибатпақты ойлау формасынан көшілгері жүретін сана образ түрде айтқанда. Сол өкінішке орай біздің социумда, қазақ қоғамының ортасында мына нәрсе басым. Біз мұсылманшылық десе, ол бір 5 уақыт намазбен, 5 уақыт дәрет алумен өлшейді. Я менің ритуал ешқандай қарсылығым жоқ. Әркімнің өз құқысы Құдаймен қалай махаббат құрады, қалай не қылады. Абай да айтады, махаббатқа махаббатпен жауап беру керек. Ал шын мәніндегі оның мағынасы, егер әділдігің жоқ болатын болса, ол махаббатыңызды сізді құтқармауы мүмкін. Мен мына Абайдың 300-деуіндегі қайсысы жетекші деген нәрсе ойландырды. Сол кезде ойладым, басында ойлап жүрмін. Бізде діни шаруаның ішінде болды өкінішке. Алланың махаббаты шығар деп. Сөйтсем, әділеті жоқ адам Алласын да сатып жібереді екен ғой. Адамзатты да сатып жібереді екен. Соның 3 сөздің өздері әділет екен. Міне, істе әділет салтанат құрмайынша, ойда әділет салтанат құрмайынша, ол ешқашан Құдай жолында саналмайды екен. Ал бұны біз бүгінгі экономикалық істерге де, әлеуметтік істерге де осылай қарауға болады. Біз ұлтты сүю дегеніміз ұлттың бір өнеріне қол шапалақтап отырып тамсану ғана емес,